أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүгінгі тақырыбымыз сараңдық дерт деген тақырыпты алып отырмыз. Бұл сараңдық әрине мұсылмандардың сипатынан болып табылмайды. Өйткені сараңдық қашанда жаман көрінген амалдар болып есептелініп келген. Ол исламға дейін де, ислам келгеннен кейін де сараңдық жақсы емес болған сипаттардан болып табылады. Алла Тағала бұл жайында Құран-ы Кәрімде былай дейді: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Валлазина иза инфақу лам юсрифу ва лам яқтуру. Ол мұсылмандар шындығында егер де мал жұмсайтын болса, олар ысырапшылыққа бармайды. Ал малдарында, жандарында ешқашан олар сараңдық танытпайды деді. Енді сараңдық жайында біздер бірнеше бөлікке қарастырып айтсақ та болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сараңдықты былай деп те сипаттап өткен: ең сараң адам, егер де менің атым біреудің алдында аталатын болса, яғни Мұхаммад деп аталынса, саллаллаху алейхи вассалам, сол кезде ол маған салауат айтпайтын болса, бұл адам ең сараң адам деп айтты. Басқа бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мүслімнен жеткен риуаятта былай деп айтады: сараңдық ең жаман дерттердің қатарында болады. Сараңдық бұл сендерге дейінгі, яғни исламға дейінгі қауымды бір-бірімен жаманатты қылып, бірін-бірімен ұрыстырып, бірін-бірімен қырылыстырып, және бірін-бірінің құқығын аяқ асты қылып таптап, бірін-бірінің ақысына кіру арқылы жаман болып көрінді. Және олар осылайша сараңдықты үгіттеді деп келеді. Абу Хурайрадан жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деп айтады: ең сараң адам ол сәлемде сараңдық таныту деді. Ал ең әлсіз адам ол дұға жасаған кезінде әлсіздік танытушы адам деп айтты. Жалпы сараңдықты қай кезде де, қандай сипатта, қандай көріністе айтса да, бұл жаман сипат, жаман көріністердің қатарында болып келеді. Ол мал дүниеде сараңдық қылуында да, ол адам дұға жасауында сараңдық қылуында да, сәлем беруінде сараңдық қылуда. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның аты аталынған кезінде де сараңдық қылу бұл жақсы емес болған сипаттардан болып табылады. Енді айтып жатқан насихатымыздың қорытындысына келетін болсақ, сараңдық ол мұсылмандықтың сипатынан болып табылмайды. Сараңдық әрине жаман көрінген амалдар. Сараңдық деген ол адамдардың бірін-бірінің құқығын таптауменен, сараңдық деген бірін-біріне жек көруменен бұл дүниеде жаман көрінсе, ал сараңдықтың нәтижесі қияметке қалған кезінде оның нәтижесі қияметте үлкен азаптармен болады деп айтқан. Сондықтан да мұсылман адамның ең жақсы сипаттарынан көркем мінезділік, жомарттылық болып табылады. Біздің барлығымызға да керек болған сипаттардың қатарында әрқашанда көркем мінезді, жомарт болуды Алла Тағала баршамызға нәсіп етсін.